Сәлем достар, бүгін мен сіздерге бесбармақтың қамырын жаюды көрсетемін. Менімен бірге болыңыздар. Қайнап тұрған еттің сорпасынан кішкене бульон құйып аламыз, 200 мл-дей. Оған 2 жұмыртқаны қосамыз, дәміне қарай тұз салып, араластырып, қамыр илейміз. Онда керегінше саламыз. Қамыр орташа болу керек, қатты жұмсақ емес, қатты болмау керек. Қамырды илеп болғаннан кейін бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Одан кейін қайтара тағы да 1-2 рет илеп аламыз. Дайын қамырымызды алып, бөліктерге бөліп аламыз, сосын жұқалатып жайып шығамыз. Қамырды жайған кезде алдымен ұнға аунатып, оқтаумен бүкіл жерін біркелкі етіп басып шығамыз. Оқтаудың екі шетін көбірек басамыз. Бүкіл жері біркелкі болып жайылу үшін қалыңдығы осылай видеода көрсетілгендей болу керек. Осымен біздің қамырымыз дайын. Шамамен 3-5 минуттай қайнатып аламыз. Үстіне етін салып, тұздығын құйып, үстелге береміз. Астарыңыз дәмді болсын.